Армысыздар қадірменді көрермендер. Жоғалған уақыттың құны. Бүгін мен сіздермен бірге өмірдің мәні, уақыттың құндылығы және шынайы бақыттың қайда жасырынғаны туралы ой қозғайтын бір оқиғамен бөліскім келеді. Бұл оқиға көпшілігімізге таныс жағдайда басталады. Ерлан үлкен қалада заманауи кеңседе жұмыс істейтін жас жігіт еді. Оның өмірі таңғы қоңыраудың шырылынан басталып, кешкі көлік кептелісімен аяқталатын. Мақсаты айқын, мансап баспалдағымен жоғары өрмелеу, қымбат көлік алу, үлкен үйге қол жеткізу. Ол бұл мақсаттарға жету үшін бар уақытын, бар күш-жігерін жұмсайтын. Демалыс күндері де қосымша жұмыстармен айналысып, достарымен кездесуге, туыстарына хабарласуға уақыты бола бермейтін. Қазір тырысу керек, кейін бәріне үлгерем деп өзін жұбатып алатын. Оның Асқар есімді бала кезден келе жатқан досы болды. Асқар Ерлан сияқты қалада емес, туған ауылында тұратын. Қарапайым мұғалім болып жұмыс істеді. Шағын үйі, бау-бақшасы бар еді. Ерлан кейде Асқарды аяйтын. Байқұс-ай, ауылда не өмір бар? Күнделікті бір сарын тіршілік. Мен сияқты жетістікке жетуді армандамайды ма екен деп ойлайтын. Бір күні Ерланның компаниясы үлкен жетістікке жетіп, оған қомақты сыйақы берілді. Ол армандаған қымбат көлігін сатып алды. Жаңа көлігімен қаланы бірнеше рет айналып шықса да, күткендей шексіз бақыт сезімін сезіне алмады. Бірдеңе жетіспейтін сияқты. Ішкі дүниесінде бір бостық бардай. Осы көңіл күймен жүргенде Асқардан хабарлама келді. Ерлан, досым, келесі демалыста ауылға келсеңші. Әкемнің мерейтойы еді. Сені көрсем деп едім. Ерлан алдымен бас тартқысы келді. Жұмысы көп, уақыты тығыз. Бірақ ішкі бір дауыс. Бар, біраз демалып қайт дегендей болды. Соңында келісіп, жаңа көлігімен ауылға жол тартты. Ауылға жақындаған сайын табиғаттың көрінісі өзгеріп, қаланың шуы алыстап, құлаққа жағымды тыныштық орнай бастады. Жол бойында мал бағып жүрген балалар, егістікте жұмыс істеп жатқан адамдар көрінді. Бұл көріністер Ерланға балалық шағын есіне түсірді. Асқар досын зор қуанышпен қарсы алды. Оның үйі Ерланның қаладағы пәтеріндей зәулім болмаса да, іші жылылық пен жайлылыққа толы еді. Ауладағы бақшада түрлі жеміс ағаштары өсіп тұр. Әжесінің самауырны бұрқырап, қайнап жатыр. Кешке дастархан басында Асқардың ата-анасы, бауырлары, көршілері жиналды. Олар қарапайым, бірақ дәмді тағамдарды жеп, әңгіме дүкен құрып, күліп ойнап отырды. Ерлан бұл жерде ешқандай мансап, ақша, қымбат заттар туралы әңгіме жоқ екенін байқады. Адамдар бір-бірінің денсаулығын, балаларының қызығын, ауылдың жаңалығын сұрап, шынайы жылулықпен әңгімелесіп отырды. Ертесіне Асқар Ерланды ауылды аралатуға алып шықты. Олар тау бөктеріне көтеріліп, төменде жайқалған ауылға қарап отырды. Ерлан, сен қалада үлкен жетістікке жеттің. Мен сен үшін қуаныштымын, деді Асқар шынайы көңілмен. Бірақ сен бақыттысың ба? Бұл сұрақ Ерланды ойландырып тастады. Ол өзінің жетістіктерін, көлігін, мансабын ойлады. Бірақ бақыттымын деп толық сеніммен айта алмады. Біз қалада үнемі бірдеңеге ұмтыламыз, бірдеңенің соңынан қуамыз, деді Ерлан ойланып. Бір мақсатқа жетсек келесіне көшеміз. Тоқтайтын, рахаттанатын уақыт жоқ сияқты. Мүмкін бақыт дегеніміз жететін жер емес, сол жолдың өзі шығар, деді Асқар күлімсіреп. Міне қараш, деп төменде доп қуып ойнап жүрген балаларды нұсқады. Олардың қымбат ойыншықтары жоқ, бірақ олар қандай бақытты көрінеді. Немесе анау бақшасында жұмыс істеп жатқан атаны қараш. Ол еңбегінің жемісін көріп риза болып отыр. Біз осында әрбір күнге, таза ауаға, жақындарымыздың амандығына шүкіршілік етеміз.
бір-бірімізге көмектесіп, қуаныш пен қайғыны бірге бөлісеміз. Мүмкін шынайы байлық деген осы шығар. Ерлан Асқардың сөздеріне терең ойланып қалды. Ол өзінің қаншама уақытын тек материалдық құндылықтарға жұмсағанын, ал шынайы адамдық қарым-қатынасты жақындарымен өткізетін сәттерді, табиғаттың сұлулығын байқауды ұмыт қалдырғанын түсінді. Ол өзінің жоғалтқан уақытының құнын енді сезінгендей болды. Сол демалыс Ерланның өміріне үлкен өзгеріс әкелді. Ол қалаға оралған соң да жұмысын жалғастырды. Бірақ енді оның өмірге деген көзқарасы басқаша еді. Ол жұмыс пен жеке өмірдің тепе-теңдігін сақтауға тырысты. Демалыс күндерін отбасымен, достарымен өткізуге, ата-анасына жиі хабарласып тұруға уақыт тапты. Кішкентай нәрселерден қуаныш таба білді. Таңғы кофенің хош иісінен, жақсы кітаптан, досының шынайы күлкісінен ол материалдық байлықтың маңызды екенін жоққа шығармады. Бірақ енді ол үшін өмірдің мәні тек сонда емес екенін білді. Шынайы байлық, жаныңдағы жақын адамдарың, олармен өткізген баға жетпес сәттер. Ішкі тыныштық пен өмірге деген ризашылық сезім екенін түсінді. Құрметті көрермендер, бұл оқиға арқылы айтқым келгені, біз кейде бақытты алыстан іздеп, жанымыздағы құндылықтарды байқамай қаламыз. Уақыт бізге берілген ең қымбат сый. Оны тек материалдық дүниенің соңында жүріп өткізіп алмай, шынайы маңызды нәрселерге арнайық. Жақындарымызға мейірімділік танытуға, денсаулығымызға көңіл бөлуге, өмірдің әрбір сәтінен ләззат алуға, өйткені жоғалған уақытты ешқандай байлық қайтара алмайды. Келесі кездескенше амандықта болыңыздар. Өмірлеріңіз мәнді де сәнді сәттерге толы болсын.